Достар, жылдың үздік радиосында кеш шоу бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Біздің студиямызға қонақтарымыз келіп жайғасты. Я, енді Абай Бегей ағамыз келді, және де сұлу бүлдіршін қыздарыңыз, және де әнші ұл қыздарыңыз Нұрмұхамед Жақып, және де Сымбат Абай қызы студиямызға келіп жайғасты. Қалайсыңдар? Ал бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Мерекеге байланысты қандай бір сыйлықтар алып жатсыңдар енді бүгінгі? Содан бастайықшы. Қандай бір ерекше бір қарым-қатынаста болып жатсыздар бүгін мерекеге байланысты? Абайға. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мереке құтты болсын. Құтты болсын, қош келдіңіз Абайға. Рахмет. Студиямызға алғашқы қонақтардың бірі болып келіп жатырсыздар, но карантиннен кейінгі эфирлеріміздің. Енді әңгімемізді карантин қалай өтті жалпы сол жайында сізден білсек. Карантинде немен айналыстыңыздар? Ассалаумағалейкум. Бүгінгі осы балалар күні мереке құтты болсын. Енді әлемде болған жағдай барлығымызға да жақсы болған жоқ. Өте қиын жағдай болды. Бұрын енді жүріп қалған адамдар үйде отырып қалған кезде көп нәрсені көресің. Үйдегі жаңа отбасындағы балалардың онлайн сабағы бар. Және де енді уақыт өткізу керек, кітап оқу керек деген сияқты. Я, дұрыс айтасыз Абайға. Енді мына жақта кішкене техникалық ақаулар болып жатыр екен. Қазір Нұрмұхамедпен тілдесетін боламыз. Ал сіздерге тағы да қош келдіңіздер дейміз бүгінгі қонақтарымызға. Енді карантин уақытысынан бұрын, жалпы Абайға сіздің кеше туған күніңіз атап өтілді. Бәрекелді. Одан кейін бүгін тағы да қуанышты күн, балаларды қорғау күні. Сымбат, сені мерекеңмен құттықтаймыз. Енді бірден мына сұраққа көшейікші. Онлайн сабақтар өтіп жүрдіңдер, сендер карантин уақытысында. Жалпы ары қарай осылай онлайн оқи бергілерің келе ме, әлде бұрынғыдай сол дәстүрлі түрде мектепке барып сабақ оқыған жақсы ма екен? Қазір Нұрмұхамедте сұрайтын боламыз, әзірге Сымбат, сен өзің жауап берсең. Бұрынғыдай сабақ оқыған жақсы деп ойлаймын, себебі достарыңмен көрісесің, апайларыңмен күшті тілде боласың, тіл қатынаста. Кішкене үйде отыра бермей бір жаққа шығып дейсіз ғой. Онлайн сабақтардың өзің бір ойыңша қандай бір артықшылықтары бар? Бар ма жалпы онлайн сабақтардың артықшылығы? Оңайлау кішкене мұғалімдер жаңа сабақ тексерген кезде қатты тексермейді деген сияқты. Сондай бар, е? Бәрі 5-пен аяқтаған жоқ па мектепте осы жылы? 5-пен аяқтады. Бәрі үшін озат дейсіз ғой. Абайға ата-аналар жиналысы болған жоқ па онлайн түрде? Чат болады ғой, чатта әрине енді. WhatsApp-та бәрі кәдімгідей шешіліп жатқан мәселелер. Сол жерден барлығы. Өзіңіз балалардың сабағыңыз жағынан, көмектесу жағынан қалайсыз? Бірге сабақ оқып, жаңағы математикадан берілген тапсырмалар шешіп. Көбіне өздері жасады. Біз единицасын салып беріп отырамыз. Телефондарын толтырып қуаттарын. Жоқ деген қырылып жатқан неше түрлі WhatsApp-тағы бір үйлерді көрдік та. Содан кейін барып айттым, менің бала шағам жоқ болған қандай жақсы деп осындай кезде. Басыңа келсін. Аумин, жақсы болсын. Карантинде айтып кетіп аяқтадық қой. Аяқтаған кезде енді мектеп жылын аяқтадық. Ендігі жыл бұйырса, сендер сабаққа барған кезде барлық жақсы болады деп кәдімгідей мектепке барып, сөйтіп жүресіңдер деген ойдамыз енді. Достар, бұл кешкі шоу, және де бүгін бізде қонақта Абай Бегей ағамыз және Сымбат Абай қызы, сондай-ақ Нұрмұхамед Жақып, үндемей отыр, ұялып отыр. Түріңнен деп мына жақта хаттар келіп жатыр. Сіздер сұрақ қойсаңыздар болады, достар, Жұлдыз.фм Instagram парақшасында тікелей эфирдеміз. Ал дәл қазір біз Абай Бегей ағамыз бен Нұрмұхамед Жақыптың орындауындағы әке бала деген керемет дуэтті тыңдап алайық, достар, сосын студияға оралып сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Жаным, сен неңді алып қойдың ба? Тас тоқтайын жіберіп берсін маған. Так, достар, хаттарыңызды жолдай беріңіздер, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Балалардың мерекесі құтты болсын. Қай сыныпты бітірдіңдер? Рахмет. 7-ші сынып бітірдің. Сымбат, 6, бір жас кіші екенсің ғой сен. Балалар ауырмасын. Күшті. Ол қыздарыңыздың қызығын көруге Алла жазсын. Ұрса бермеш, Наргиз, ұрса бермеш Нұрғазға. Ұрса айтқан жоқ? Жәнін шығарып қуырып бұратыр бағанадан бер. Нұрғамет қызың бар ма деп сұрамақайым ба? Саламатсыз ба?
Ва алейкум ассалам. Алла амандық берсін. Рахмет. Нұрғазы. Рахмет. Құттықтағаныңызға. Шүкір, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Сәлем туған күніңіз және мерекеңіз. Рахмет. Тіл көзден аман болыңыздар деп жатыр. Ой, мына жігіт кәдімгі серьезный жігіт екен. Рахмет. Нұрмұхамед, қандай ән айтасың? Береке құтты болсын балаларыңыздың. Жанды дауыста. Майкл Джексон ән айтасың ба? Иә. Қай ән айтасың? You are not alone. New Aurora деген ән You айтады are қазір. not alone. You are not alone. You are not alone деген ғой, е? Ар жағын сөзін білмеймін просто. Мен не білемін. Бүйтіп қарап отырып айтамыз. Балаларыңызға рахмет. Сөздерін жазып Рахмет баршаларыңызға. Алла разы болсын. Телефондан көшіріп. Ва алейкум ассалам. Рахмет. Алла амандық берсін. Мына 6-шы сынып. Баршаларыңызға көп Бір мектепте оқисыңдар ма? Күшті. отбасыларыңызға, туған туыстарыңызға, достарыңызға амандық тілеймін. Кешеден бері құттықтап жатқан жандар баршаларыңызға көп рахмет. Абай аға өзінің достарына. Жұлдыз радиосынан жалынды сәлем. Оу, ассалаумағалейкум баршаңызға. Шүкір, жақсы. Талғардан сәлем. Сіздерге де жалынды сәлем. Так, Абай ағамыздың тыңдармандары есік жай жауып сен құлтамай біздің неге кіріңіздер қазір. Рахмет. Ва алейкум ассалам. Микрофон нормально болды? Да, Алла разы болсын баршаларыңызға. микрофон істемей қалған прикол ғой. Мұрат деген досым туған күнімен құттықтап жібересіздер ме дейді. Мұраттың туған күні құтты болсын. Дос туралы өлең. Бекполдан сәлем. Сіздерге де жалынды сәлем. Шүкір, жақсы. Нұрғазы, бізде құттықтау бағдарламасы қазір сағат 7-де басталады. Сол жақта дос туралы ән қоямыз. Сол жаққа хат жолдасаңыз досыңызды туған күнімен құттықтаймыз. Қалайсыз? Шүкір, жақсы. Нұрмұхамед және сіздің қызыңызды менің атымнан Гүлсая құттықтап жатыр деп айтыңызшы дейді. Гүлсая құттықтап жатыр сіздерді. Настроенияларын көтеріп қойыңдар. Қорқадым. Қорықпаңдар. Жарнама. Бір ән айтсаңдар. Я, бізде қазір қонақ кәделерге уақыт болса, 3 қонақ кәде болады. Азғандайдан болады. Сұрап алайық уақыттар. Рахмет баршаларыңызға. Бейнеуден жалынды сәлем. Алланың берекеті болсын. Рахмет баршаңызға. Сіздер қазір Алматыда тұрып жатырсыздар ма? Иә. Нұрмұхамед, сен ше? Иә. Ақтауда тұрамын деп айтып едім. Или баяғы Ақтаудан көшіп кеттік қой. көшіп кеттіңдер ма? Сен көп ақша тауып Ақтаудан көшіп кеттіңдер ма? Нұрмұхамед, серьезный, я слишком? Жоқ ол. Сен үйрете ма? Қобалжыма бәрі нормальный болады. Қобалжымасай. Жоқ, өзі негізі серьезный жігіт сияқты. Андай ғой, біз енді қазақ болғаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін андай. Көбімізде ондай жоқ та жаңағы. Биязы дейсіз ғой. Иә, әркім мінезі әртүрлі қалыптасады ғой. Иә, ол да бар. Өсе келе ертең ашылады ғой орда. Иә. Қазір ана карантин қиын болып кетті де күлмей қалып тұр. Қалаға шықпай қалды. Үйде тұрсын. Балаларды қорғау күні құтты болсын, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Мен TikTok аштым ғой. Аштың ба TikTok? Түсіріп жатсың ба, TikTok? Иә. Внезапно. Внезапно деген не ол? Баяғыда деген. Сен ойыма келді. TikTok ашуға. Абай ағамызға сәлем бердім деп жатыр. Рахмет. Екеуінің дуэттері бар, е? Иә, қазір Кім тыңдаймыз. Нұрмұхамед пен Сымбаттың. Бүгін тұсаукесерін жасаймыз қазір. Туған күнін әлі құттықтап жатыр. Абай ағамыздың туған күні болды. Кеше болды, е, Абайға? Құттықтап қойып. Әлі құттықтап жатыр. Рахмет баршаларыңызға. Маған қандай жақсы тілек тілеген болсаңыздар, Алла тағалам сіздерге еселеп қайтарсын. Абай аға, Баршаларыңызға рахмет. қазір әнмен бастасақ, онда, иә?
Қазір айта бересіз ба сіз? Нурик бірінші, папа екінші. Давайте мен бірінші. Сен бірінші айтасың ба? Иә. Бізде қазір қонаққа деп бола берсін, әйтеуір келмей қаламыз әнге. Иә. Айтамыз қазір или? Ән айтамыз. Қазір бірден қонаққа да сұрайық. Қонаққа это есть ән. Шанда орысша сөйлейді ғой, қазақша білмейді, иә? Білесің ба? Қонаққа деген ол ән айту. Ну, қонаққа де есть же, который, когда қонақ приходит. Жоқ, біріншісіне мен. Жоқ, қазақша айтады ғой. Жоқ, жаңағы дұрыс ән айта бересің, и все, мысалы. Просто өзің отыр да, чувствуй себя как дома. И ән айту керек, иә? Нұрмұхамед? Карантин, кәдімгі бір түрлі. Иә, карантиннен кейін бір түрлі. Достар, кеш ары қарай жалғастырамыз. Бізде бүгін қонақта әнші, танымал әнші Абайбек ағам, және де Сымбат Абай қызы, Абайбек ағамыздың қызы әнші, және де әнші ұлдарыңыз Нұрмұхамед Жақып. Енді қонаққа де сұрайықшы, әншілер келіп отқаннан кейін, Наргиз. Амандасып алайықшы Нұрмұхамедпен. Аманда, дауысын естиге бірінші. Ассалаумағалейкум. Уй, бәрекелді, мінекей. Иә, мерекеңмен Нұрмұхамед. Енді карантин уақытысында біраз өнер саласында жалпы жұмыс жасаған шығарсыңдар, иә? Шығармашылық бойынша. Иә. Әндер жаздыңдар ма, жаңадан жазбадыңдар ма? Карантин кезінде жоқ. Жазған жоқсыңдар, иә? Дем алдыңдар ғой, иә, былай айтқан кезде. Енді ән айтуды сағынып қалған шығарсың. Қазір бізге бір демелеп тұрып ән айтып берсең, қонаққа де сұраймыз сенен. Иә, Нұрмұхамед, қандай ән айтасың? Бізге қандай ән орындауға келдің бүгін? Майкл Джексон. Майкл Джексонның репертуарынан бір әнді орындайды, достар. Нұрмұхамед жақтан қонаққа де болсын, сосын ары қарай тағы да сұрақтарымызды қоятын боламыз. Ал кеттік олай болса. Another day has gone. I'm still alone. All the calls was big. You were not with me. You never said goodbye. Someone tell me why did you have to go and leave my soul? Every day I sing and ask myself, how did love do I? Something with me when my sin and sighs. You know you love alone, but I'm here with you. Though you're far away, I'm here to stay with you alone. Әйтеуір, бітті ма сонымен? Әйтеуір, кәдімгі дене жұмырлап кетті ғой. I am here with you, so you fall apart. You will learn my heart. You know the love alone. Ай, бәрекелді, керемет, керемет. Өсиет деген бір не орында. Терме ғой да? Терме болғанда да өсиет сөздер. Наргиз? Тәрбиеленді болған тәрбие андай бір несі бар да, сөздері. Кірдім, қараш, қатып атқан жоқ па? Иә, Өзімнің немен қосып едім? бағана өзіңмен кіре салып Бағана өзімдікімен кіріп едім, шығарып едім. Прямойды кішкене сұхбат берейін. Прямойды көріп көрдің бе? Қалай Эфир қатып жатыр ма, страшно? Неге? Эфир қатып тұр ма? Иә. Иә. Өйткені Интернеттен болып тұр. Интернеттен болай. Что главное, бізде радиода эфир нормально етіп отыр. Радио жақсы. Живой өңі қойдың ба? Иә, Живой өтпесін да? Музыканттар жоқса? Сол музыканттарға байланысты. Бізде негізі квартирный тенгри дейтін жоба болды ғой. Осы жерде әр орындаушы өзінің командасымен келіп концерт қойды да. Иә, күшті. Неше минут? Жарнама бітті. Жарнама, одан кейін ән бар. Нұрғазы? Қазір бізде 2 уақыт қалма, 1 қалма. Біреу ғана ма? Қанша минут? Сен я маған 2 көрсетіп тұрайсың. Сен көзімен көрмей отырсың. Подожди, біреу. Все, 5 минут. 5 минут?
Сонда абай ағамыздан ән сұраймыз, сосын сендерден құттықтау тілек сұрайық өзінің достарына, замандастарына. Құттықтау тілек, ол достар. Балалар. Иә, бүгін балалар күні мерекесін. Ән қазір. Неге? сосын Нұрмұхаметте қызың бар ма деп сұраймыз. Иә. Аты кім қызының? Қыз жоқ. Жоқ дей салай, негізі бар дейсің ғой бірақ, Мектепте қалай үлгерім, қалай отличниксің ғой екеуің. Енді Сымбат отличница шығар. Сымбат отличница. Сен Нұрмұхамет жайлы айта алмаймын дедің, Қай сабақтан үшсің? Қазір бәрі 5 пен 4-ке шығып жатыр ғой. 3 бар ма негізі Нұрмұхамет? Неге 3 бар, Технология мен еңбектен беретін мұғалімдердің есімдерін жаттадың ба? Технология мен еңбектен беретін, физрадан беретін мұғалімдердің есімдерін жаттадың ба? Бізге ағай береді. Кім деген? Атын білесің ба? Есімі кім? Баяғыда білесің ба? Қызықтаймыз қалғанда ұмытып қалдым ғой. Ол кезде білмеймін деп айтты ғой. Нұрмұхамет Саған жаратылыста ма? сабағын ұстай ма? Жоқ, мен баяғы зат деп тұрмын, баяғы ағай. Бірақ сол бізге береді ғой қазір. Әшет ағай. Мен тек өзім балаларыма ұрыспайтын сияқты, өзі біледі не оқыса да. Қош, Наргиз. Например, енді Нұрмұхамет өнер жолын таңдап отыр ғой, оған андай сабақтар қатты керек емес қой, просто ол кішкене творческий адам да, оған нақты білімдер керек емес деп ойлаймын. Далам, сеніп қалма сөйтіп, Нұрмұхамет. Сөйтіп сені қорғап жіберейін да. Мә, а чё так можно деп қарап отыр ғой соны. Просто мен Барлық сабақты қатты қылу мүмкін емес. Мысалы, математика жағынан біреу қатты болады, біреу тарих жағынан қатты болады. мен жын ұстайды, біздің мысалы биологиядан беретін апайымыз өзі биологияны ғана біледі да, ал бізден требует, что біз бәрін білген үшін. Я мен пост салып үлгерем бе екен? Еңбекте мықты болдық та. Пост салмаппын ғой. Пост салмадың ба? Қазір салып. Сенің телефоннан саласың. Еңбектен 5-ке шықтым ғой, 10 жыл. Қалғаныма 3 жарым. Сымбат, сен Әшет ағай дейсің бе? Ағай дейсің. Әшет ағай. Біздер ағай дейміз бәріміз. Мынау клиптағы машина бар ма аға? Мына клиптағы машина бар ма? Бар. Бар. Енді шығарып жатыр. Ұмытып қалдықса, видео үстеміз қалды ғой ме? Аяқпен ба? Ибрагим, видео үстеміз қалды ғой? Биік екенге мейім аға. Нұрмұхаметтің папасы. Нұрек, тиктоктан Түріміз ұқсамайды бірақ. Мамасын тартқан ба түрі? Мамасын ұқсайды. Ал салып қойын тостым. Ай, красавчик. Қанша минутта қалды? 50 секунд қалды. Қазір біз Эфирге шығуымызға. 5 минуттан эфир бітті. Қазір Абай ағадан қонаққа де сұрайық, содан кейін. Сұрақ қойып. Иә, Нұрмұхамет пен Сымбатқа. Иә. Неге? Балалар мерекеңіз дейсің бұл. Достарыңды, аттарын атап, осындай құтты болсын деп тілек білдіріп. Иә. Как дела, как жизнь? Привет демеңдер, сәлем демеңдер. О, жіберді ғой бізі. Қатшып кетті ма? Ностальгия. Эфирде отқанда ықылық тиіп қалған болды ма? Сол бір кездерде. Ал достар, кешкі бағдарламасын ары қарай жалғастырамыз. Бізде бүгін қонақта танымал әнші Абай Беги ағамыз, және де бүгінгі балалар күні мерекесіне байланысты бүлдіршін әнші қыздарыңыз Сымбат Абай қызы және де Нұрмұхамет Жақып бізде бүгін қонақта. Жаңа Нұрмұхамет пен Сымбаттың әндерін тыңдадық. Иә, енді Абай ағамызға да кезек келіп қалған екен. Мынау емес, өсиет айтам деп отыр Абай ағамыз. Ал қазақтың қара домбырасын Абай ағамыз қолына алып бүгін домбыраның бір дауысын шығарып. Осы мерекемен барша қазақстандықтарды құттықтаймын. Ол қыздарың өсіп үлкен азамат, азаматша болсын. Әумин.
болса анаң мен алтыннан соққан қорғаның. Ағаң болсау ақылдау, ешкімнен кем болмадың. Жақсы болса жұбайың, жанып тұрған шырағың. Жайлауында дүниенің жақсы қоныс құрғаның. Жайлауында дүниенің жақсы қоныс құрғаның. Жаман болса туысың, арқалаған құммендің. Жақсылығың істеген, елекке құйған сумендің. Келіннің зекіп сөккен ай, езіп берген омендің. Көңілсіз берген тамағай, күл аралас үммендің. Көңілсіз берген тамағай, күл аралас үммендің. Бір сөз айтсаң жақсыға, аталық сөзге тоқтайдай. Bir söz aytsam жаманға, өмірінде ұқпайдай. Өзің ғана ойлаған жамандықтың белгісі-ай, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі-ай, өзгені де ойлаған адамдықтың белгісі-ай. Тон бітпеске тон бітсе, қағуменен тоздырар. Жаман болсау алғаның, бір жігітті аздырар. Жақсы менен сөйлессің, құмарыңды қандырар. Жаман менен сөйлессің, көңіліңді талдырар. Жаман менен сөйлессің, көңіліңді талдырар. Кездесіңі су айтқа, өтірік айтып нандырар. Сөйлесең, ұрмай соқпай талдырар. Жолдас болсаң араммен, жол үстінде қалдырар. Жаман болсау достарың, өзіңді жауға алдырар. Жаман болсау достарың, өзіңді жауға алдырар. Тамаша. Керемет ағайға көп рахмет. Енді бізге берілген уақытта мінекей өз мәре сызығына жетіп қалған екен. Бүгін мерекеге орай бір тілек айтсаңыздар, сонымен кешкі ой тәмамдасақ, иә? Ал Нұрмұхаммед. Бастайық па? Абайлар кішкене деймін басып. Иә. Мерекелеріңізбен құттықтаймын бәріңізді. Ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар, әрқашанда күліп жүре беріңіздер. Қысқа нұсқа әдемі. Ал Сымбат. Балалар, мерекелерің құтты болсын, сабақтарыңды беске оқыңдар, және де аман болыңдар. Сәлемнен Сымбат апайларың деп қой. Ал абайға өзіңіз енді. Бізді шақырғандарыңызға көп рахмет. Бүгінгі балалар күні мерекесі құтты болсын, балалар ауырмасын, балалар аман болсын. Әумин. Келгендеріңізге көп рахмет, шығармашылық табыстар тілейміз. Елімізде барлығы жақсы болсын. Керемет бейбіт күндерде осылай қонаққа келіп, осылай керемет кездерде кездесе берейік. Сонымен енді мен сіздермен қоштасам, достар. Нұрбек, бір сәлем беремін. Сәлем саған туған ел бағдарламасына өздеріңізбен қауышқанша асықпыз, достар. Аман болыңыздар. Сонымен тәмам. Тәмам болған сияқты ғой, Болды, иә. Мына шегенің есі көреді, ана. Қазір оны өзім дұрыс айтсам. Ал достар, сау болыңыздар. Тікелей эфирге қазір бұйыртса сәлем саған туған ел бағдарламасында құттықтау тілектеріңіз болса кіріңіздер, міндетті түрде хат жазыңыздар. Радиосы жұмыстарыңызға береке берсін, тыңдармандарыңыз көбейе берсін. Мереке құтты болсын, балалар күні құтты болсын, балалар ауырмасын. Әумин. Рахмет абайға. Рахмет, жолғандар. Сымбат абайдан сәлем. Балалар деп жарайсыңдар. Жақсы, сәттілік достар.